4 жылдық үзілістен кейін Бейжің автосалоны қонақтарға қайтадан есік ашты. Кім ойлаған? Қытай астанасының көрмесі автомобиль әлеміндегі басты ивентке айналады деп кім ойлаған? Ассалаумағалейкум баршаға. Шындықтың бетіне тік қарап айтайық. Қазіргі таңда Қытай автомобиль индустриясының лидері. Дүниежүзі қауымдастығы Бейжің мен Шанхайда не көрсетіледі екен деп алаңдап отырады. Дүркіреп өткен Шанхай автосалонын былтыр көрсеттік сілтеме мінекей. 2020 жылдан бері ұйымдастырылмаған Пекин автошоудың биылғы ұраны жаңа дәуір, жаңа автомобильдер. Репортаж жүргізетін мен Олжас Оқас және әріптесім Нұрлыбай Жеңіс. Нұри қалай естіліп тұр? Ол жерге айқайламасаңыз да болады, қазір қасыңызда тұрмын. Аватардан Зикрге дейін жүздеген премьера, мыңдаған автокөліктер. Бүгінгі Авточайна 2024-те әлемдік деңгейдегі 117 премьера мен 47 концепт-кар көрсетіледі. Былтыр қытайлықтардан бөлек батыстық компанияларда дүркіреп тұрып өздерінің премьераларын өткізген болатын. Бүгінде ыстық болатын секілді. Көрейік. Қытайлық брендтер арасында Қазақстан нарығында лидерлік позицияға шығып алған Chery компаниясынан бастасақ. Былтыр аспан асты елінде шығарылатын автомобильдердің 40 мың данасы сатылса, соның тең жартысы Chery және Сук брендтері. Биыл компания топ чарттың үздік үштігінен түспей келеді. Мінеки, Chery отбасына ең ірі кроссовер қосылды. 7 орындық Chery Tiggo 9. Алдыңғы радиатор торын қараңыздаршы, Mercedes'тің электрлі модификацияларын еске салады. Қытай нарығында бұл гибрид, яғни 1,5 литрлі, жоқ, қателестім, 2 литрлі турбо мотормен гибрид қондырғысы қосылған, сонда жүріс қоры 1400 шақырымды құрайды. Ал бізге Қазақстанға күзде келетін машинада 1,6 немесе 2 литрлі қозғалтқыш орнатылады. Жалпы ірі отбасыға, бала көп отбасыға мықты вариант. Ең бастысы бағасы арзан болса болды. Достар, айтпақшы, 2024 жылы Қазақстан нарығына ресми түрде мынау сияқты Arizo 8 моделінің гибрид нұсқасы келеді. Бағасы әзірше белгісіз, бірақ техникалық сипаттамасын айтып бере алам. Бұда 150 киловаттық электромотор, 1,5 литрлі турбо қозғалтқыш, гибрид қондырғысымен жүріс қоры 1400 шақырымнан асады. Бойында 300-ден астам ат күші бар. Хавейлда көптен күткен мереке болып жатыр. Жаңартылған Хавал H6-ның дүркіреп тұрып тұсауы кесілді. Естеріңізге салам, бұл модель Қазақстанда ресми түрде сатылатын болады. Жалпы Хавейл H6 Қытайда қомақты сумма әкелетін бөлек бір отбасы секілді. Себебі ұзақ уақыттар бойы модель ең көп сатылатын кроссовер атағын ұстап тұрды. H6-ның өзекті 3-ші буыны 2020 жылдан бері шығарылып келеді. Жаңартылған Хавал H6 сұлулығын сызып тұрып көрсететін квадрат радиатор торына ие болды. Күндізгі шамдары сонымен қатар фарасын тіліп кеткендей тік формада орындалды. Артқы шамы емес, енді шамдары деуге болады. Себебі біріккен моноқасынан айырылып екіге бөлінді. Жаңартылған бұл модельдің сатылымы осы жылдың соңына қарай жоспарланып отыр. Жаңартылған Хавал H6-ның түрі ғана емес, ішіндегі интерьері де өзгерді. Саймандар панелмен мультимедиаға жауапты үлкен дисплей пайда болды. Барынша заманауи. Бұл екінші буындағы Хавал H9 Қазақстанда ресми сатылуы мүмкін. Келе қалса біліп жүріңіздер деп айтып жатқаным ғой. 9-шы Хавал Raptorға сәйкес дизайнға ие болды. Және де габариті үлкейді. Нақты өлшемдері белгілі. Ұзындығы 4950 мм, ені 1960, биіктігі 1930 мм-ді құрайды. Яғни габарит жағынан танк 500 мен шамалас. Капоттың астында 2 литрлі 224 ат күшіне қуатталған қозғалтқыш орнатылды. Толық жетек және де 2 дифті бұғаттау жүйесі бар. Қытайлар жолсызда айраттап қояды. Танк 700 биыл Қазақстанда ресми түрде сатылатын болады. Танк 700 келбеті қатыгез, толық өлшемді жол талғамайтын автокөлік. Дөңгелек арқасы өте үлкен, иегі қысқа, не керек тағы жолсызға. Алдыда артыда елікке ұқсайды және де пневма аспа орнатылған. Электромобиль мен гибридтің әлемдегі ең ірі өндірушісі BYD. Компанияның ең мықты қаруы модельдер, жаңа модельдер. BYD Yuan Up B-класс кроссовері көлемі Hyundai Creta мен бірдей. Жергілікті ақпарат құралдары бағасы тәтті болады деп вангалаған. Расымен солай болып шықты.
Салонда отырғанда материалдан жүдә экономдаған деп айта алмайсың. 8-де 8 дюймдық саймандар панелі, 12-де 8 дюймдық мультимедиа экраны, трансмиссия селекторы гаухармен көмкерілгендей. Барлық қауіпсіздік жүйелерінің батырмалары консольда. Сымсыз қуаттау жүйесі бар. Форм-факторы шағын отбасыға арналғанмын деп тұр. Яғни бұл нағыз қалалық компакт-кросс. Ең қызығы әрине бағасы. Қытайда юань-аптың минималды комплектациясы 97 000 юань тұрады. Теңгеге шаққанда 6 миллион, ал максималкасы 7,5 лям. Латте финанс статистикасына сүйенсек, BYD орта есеппен сатылған әр машинадан 9 000 юань пайда көреді. Бұл небәрі $1250. Түкті емес қо. Компанияның қазіргі мақсаты молынан ақша табу емес, нарықта лидерлік позицияны сақтап, конкуренттерді тұншықтыру. It's just business. Велосипед жалға беру бизнесін мысалға келтірейін. Нарықтағы ойыншылар демпинг жасап бағаны түсіре берген. Ақырында екі ақ компания қалды. Ofo және Mobike. Оларда өзара бәсекелесіп минусқа жұмыс істеген. Ақырында не болды? Бизнестің мәні мен сәні қашты. Электромобиль саласында осы күтіп тұр. Өндірушілер көп. Қытайлар жаппай жеңілдік беріп жатыр. Соған қарамастан зауыттардың жұмыс жүктемесі 59% құрап тұр. 70-80% диапазон жақсы деп есептеледі. Марқұм Хайфайды еске алайық. Дизайны керемет, машиналары сұмдық. Алайда қаржылық проблема үшін зауыт жұмысын тоқтатуға мәжбүр болған. Былтыр 150 000 электромобиль өндіре алатын зауытта 7 000 машина жасалған. Сұмдық емес пе? Қазақстан мен Қытайда танымал Ли Авто премиум бренді өзінің бюджеттік кроссоверін паш етті. L6 ұзындығы 5 метрден аспайтын алғашқы кішкентай SUV бағасы Қытайда 260 000 юань, теңгеге шаққанда 16 миллион. L8 моделі флагмандық L9-дың сәл кішірек нұсқасы болса, сол секілді жаңа L6 5 орындық L7-ге қатты ұқсас модификацияға айналды. L6-ның сырт келбеті L сериясындағы модельдерге тым жақын. Яғни мұнаны көшеде кездестіре қалсаңыз, нақты қайсы модель екенін ажырата алмай қалуыңыз мүмкін. Бірақ бір лайфхак айтам. Рестайлингтен кейінгі L7-нің мемлекеттік нөмірі орны жүк салғыш қақпағына көтерілді, ал L6-да ол бамперде. Егерде бәрі жаңа Li6-ның сатылымы биікке самғап, жаңа клиенттер табады деп қолдайтын болса, онда толықтай электроминивэн Li-Xiang Megaның сатылымы құрдымға кетті деген сөз. Компания бір тәулікте 3000 минивэн сатамыз деп көздеген. Саған кім 35 миллион теңгеге қымбат электроминивэн ала қалсын? Тәулікте ғана емес, аптасына 300-400 данасы ғана өтуде. Жалпы Li-Xiang бағаны құлдыратуды көздеді. Мегаға $4600 жеңілдік қарастырды. Ол ма? L7 және L9 бағасын $2800 дейін төмендетуге шешім қабылдады. Li Mega сұлулығы қараған адамды таңғалдыратыны сөзсіз. Құдды бір жоғары жылдамдықта жүретін пойыз секілді. Сұлулығына мін тақпаймын, бірақ мына мен Алматы мен Тараз ортасында адам тасуға бола ма? Чанган биыл қатырды. Мына су брендтің атауы Xi'an 07. Бұл электромобиль. 2 электромоторы бар. Жүріс құры 7 шақырымға жетеді. Бойында 600 аттың күші. Модель биыл IF Design Awards премиясын ұтып алды. Вау, не деген панорамалы шатыр, не деген көркем артқы шырақтар деп таңғалмаңыздар. Модельдің фишкасы мынада. Бір батырманың көмегімен хэтчбек пикапқа айналады. Тадан! Отын тасуға ыңғайлы. Еліміздің демографиясын көтеру үшін мемлекет әр қазаққа бір Тюань 07 сыйлау керек. Қараңыздар, қандай ыңғайлы. Бейжің автошоуда бүгін біреу бүкіл назарды өзіне аударып алды. Бұл тұрмыстық техника мен смартфон жасап аты шыққан Xiaomi'дің өнімі SU7. SU7 3 модификацияда ұсынылды. Базалық артқы жетекті нұсқасы 400 вольттық электромотормен жабдықталған. Жүзге динамикасы 5/3. Батареясы 73 киловатт сағат. Жүріс қоры 700 шақырым, бағасы 13 миллион теңге. Xiaomi SU7 Pro деп аталатын келесі модификациясы бір рет қуатталған соң 830 шақырым еңсереді. Батарейкасы 94 киловатт сағат, бағасы 15 миллион 200 мың теңге. Гамманың төбесінде SU7 Max. 2 электромоторы 673 ат күшін береді. Жүзге жылдамдығы 2,7 секунд. Қытайда бағасы 18 миллион 500 мың теңге. Машинаға сұраныс өте жоғары. Компанияның өндіріс қуаты мұндай тапсырысқа дайын емес болып шықты. Сондықтан Бейжің маңындағы зауытты ұлғайтпақшы. Болашақта компания Қазақстан нарығына ресми келуі мүмкін.
Жаңа энергиядағы көліктің саудасын бақыласақ, BYD бәрін артта қалдырып озды. Ли екінші сатыда, Tesla әрең үздігіштікке енді. Zikr, қайдасың? Бейжің автосалоны аясында Zikr-дің Mix деп аталатын 5-ші моделінің дебюті өтті. Mix кроссовер ретінде сертификатталған. Бірақ бұның бір келбетті капотсыз дизайнын қырынған жұмыртқа деп атадым. Сыртқы дизайны 007 седанына сәйкес, мұнымен Bentley'дің бұрынғы дизайнері Стефан Зилов жұмыс жасады. Бір электромоторда 421 аттың күші бар, және де ол артқы осьте. Салон компоновкасы 5 немесе 6 орындықта қолжетімді. Салоны 5 орындықты болғанмен өте ерекше шешім қабылданған. Жүргізуші көлікті айдап келе жатып, артына қарап бірден өсек соғып кетуге де болады. Міне байқасаңыздар, орындығы 360 градусқа айналады. Сұмдық, электромобильдер бір-бірін тек несімен таңғалдыра алады? Әрине есігімен. Мынаның алдыңғы жолаушысының есігі қалай ашылатын қараңыз. Бұндайды бірінші көру. О заман-ай, электрлі гелик көреміз деп кім ойлаған? Мынау деген Бейжің автошоудың гүлі ғой. Бұрынғыдай рамалық конструкциясы және толық жетек жүйесі қалды. Әр дөңгелекке жеке-жеке электромотор, яғни олардың саны 4. Батарейканың электросыйымдылығы 116 киловатт сағат, яғни жүріс қоры 400 шақырымнан сәл асады. Моторының жиынтық күші G63 AMG-ден қуатты болса да, 100-ге динамикасы 0,4 секундқа баяу екен. 360 камерасы орнатылған, мөлдір капот функциясы жұмыс істеп тұр. Және G-Turn деген орында танк сияқты айналдыратын функциясы бар. Жаңа гелик, Қазақстанға да қош келдің дейік. Геленвагеннің фишкасына айналған есіктердің тарс-тұрс етіп ашылып жабылуы сақталды. Естіп тұрсыздар ғой. Мына жерде 5-ші қосалқы дөңгелек деп ойлайсыздар ма? Қайдағы сымдар сақтауға арналған қалта. Күлкілі әрине. Мынау қалай жабылады? Индексті байқаған шығарсыздар, G580. Немістер жарада ескі көлікті заманға баптап бейімдеді. Электрлі гелик. Күлкін келеді, естіген сайын, көрген сайын. Ішінде сапалы материалдар, 12-3 дюймдық 2 монитор, сенсорлы. Бензинді геликте ондай жоқ. Карбонға ұқсайтын пластик. Жұмсақ былғары. Форм-факторы өзгерген жоқ. Сол баяқша 4 бұрыш. Дифференциалдарды бұғаттау системасын имитациялайтын функция бар. 2025 жылдың соңына дейін электрогеликті ілготалы кезең аясында Қазақстанға әкелуге болады. Бағасы дәстүрлі G63 AMG-ден әлдеқайда арзан болады. Қазақ халқын елең еткізген жаңа Camry 80-діктің Қытайдағы құны белгілі болды. Бағасы 10 миллион теңгеден басталып 12,5 миллион теңгеге дейін барады. Бір өкініштісі, бұл жақта тек 2 литрлі бензин және 2 литрлі гибрид нұсқасы ғана қолжетімді. Ибай, әкең ауыз түскен салоны жындығы мұнаның. Мен 80-дікке мінген алғашқы қазақпын деп өтірік айтпай қойын, елімізге пашка болып кіргізіліп жатыр. Таңғалдырғаны 2 дәу монитор және эргономикасы өзгерген интерьер архитектурасы. Телефон қуаттау, 3 USB Type-C, жаңа фирмалық Toyota рөлі. Бұлай аса ештеңе өзгермеді. Базасы, яғни платформасы, шанақтық панелдері бәрі бұрынғыдай. Бірақ индексі XV80. Бүгінгі кештің ең қызық модельдерінің бірі жанымда тұр. Жаңартылған Toyota Prado. Prado да Қытайда құралады. Бұл жақтағы құны 28 миллион теңге. Капотының астында әдеттегіде 2,7 литр емес, 2,4 литрлі турбо гибрид. Кедендік алу мен логистикалық шығынды есептегенде бағасы 40-45 миллионға тақалады. Арзан емес. Біздің официалдағы бағасы қаншаға баратынын көреміз. Уақыт тым тығыз болғандықтан Бейжің 2024 автокөрмесінде ұсынылған бүкіл модельдерді көрсетіп үлгере алмадық. Есесіне арасындағы ең қызықтыларын теріп сіздерге паш еттік. Дәл солай, бұны тіпті классикалық репортаж деп атауға болады. Достар, сіздерге қай модельдер ұнады, пікір жазыңыздар. Келесте көріскенше аман сау болайық.